Сәлеметсіздер ме? Мен номер 45-ші Ақ орта мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Құдайбергенова Диана. Біздің жобамыздың тақырыбы биопластир, экологиялық таза декоративті құрылыс қалдықтарынан жасалған экологиялық сылақ. Бұл құрылыс қалдықтары мен табиғи қоспалардан жасалған экологиялық таза декоративті сылақ. Жобамыздың мақсаты құрылыс қалдықтарын қайта өңдеп, табиғатқа зиянсыз, сәндік және пайдалы өнім жасау. Қазіргі кезде құрылыс қалдықтары көбейіп, қоршаған ортаға зиян келтіруде. Ал кейбір әрлеу материалдардың құрамында адам денсаулығына зиянды химиялық заттар болуы мүмкін. Сондықтан біз экологиялық таза әрі қауіпсіз балама өнімін ұсындық. Біздің тәжірибемізге керекті заттар гипс, құм, үгінді сияқты заттар. Бұл өнімді жасау үшін біз құрылыс қалдықтарын және табиғи қоспаларды қолдандық. Атап айтқанда, гипс қалдықтары, құм, ағаш үгіндісі, су және табиғи байланыстырғыш материалдар пайдаланылды. Алдымен құрылыс қалдықтары жиналып, сұрыпталады. Кейін олар ұсақталып еленеді. Содан соң табиғи қоспалармен араласып, декоративті қоспа дайын болады. Міне біздің дайын өніміміз биопластир, декоративті сылағы. Бұл өнім қабырғаға жағуға ыңғайлы, сәндік көрініс береді және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз. Біздің өніміміздің негізгі артықшыларын атап кететін болсам, біріншіден экологиялық таза, екіншіден құрылыс қалдықтарын қайтадан өңдеуге мүмкіндік береді, үшіншіден сәндік әрі қолжетімді өнім болып табылады. Қорытындылай келе, биопластир жобасы экология және пайдалы өндірісті біріктіретін тиімді идея. Бұл жоба арқылы қалдықтарды кәдеге жаратып, табиғатқа жанашыр өнім жасауға болады. Назарларыңызға рахмет.